Мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы номер 5 мектеп лицейінің 10 сынып оқушысы Ибрагим Нұршат. Жобамның тақырыбы экостиліндегі өмір. Мақсатым қазіргі таңдағы ең ауқымды мәселелердің бірі болып отырған экологиялық мәселелердің шешімін қарастыру. Біздің қоршаған ортамызды, экологиямызды ластайтын ластаушы заттар ол адамдар қолданған заттардан қалған қалдықтар болып табылады. Және осындай мәселенің шешімі ретінде мен арнайы қоқыс жәшіктерін ұсынамын. Бұл қоқыс жәшіктердің ерекшелігі ол әрбір тасталған қалдықтың сортына қарап, әрбірінің материалына, сапасына қарап бөлуге арналған. Мысалға, бұл біріншісінде шыны заттардан жасалған қоқыс жәшігі, екіншісінде пластикалық заттардан жасалған, үшіншісінде қағаздан жасалған заттарға арналған қоқыс жәшігі. Және бұлардың арқасында бұл жердегі қоқыстар, қалдықтарға екінші өмір бере аламыз. Яғни, бұлардың сортталғаннан кейін арнайы кәсіпорындарына барып қайта өңделуіне ықтималдылығы жоғарырақ. Айтып өткендей, қайта өңдеу бұл қалған қалдықтарға, қоқыстарға екінші өмір беру. Және бұны мен іс жүзінде өзім тәжірибе жүргізген болатынмын. Яғни күнделікті қолданатын әрбір үйден табылатын заттар арқылы тәжірибе жасаған болатынмын. Ең алдымен осындай шынаяқты алған болатынмын. Бұл шынаяққа, мысалы, біздің күнде ішіп жүрген осындай кішкентай пластикалық ыдыс бар. Бұның, яғни бұдағы су, мына шынаяқтағы сумен массасы екеуі бірдей. Және де ұстап тұрған массасы да бірдей. Демек, бізде бұл шынаяқ ыдыстар, бұның ешқандай да артықшылығы жоқ. Яғни, бұл өзіміздің қолымыздан жасалған. Бұл бізге де пайда, және біздің сыртымыздағы қоршаған ортаға да пайдалы болып келеді. Сондықтан да бұны қолдану менің ойымша тиімдірек. Келесі ол бізде осындай пластикалық бөтелкеден жасалған гүлге арналған горшок. Яғни бұны үлкен 1 литрлік бөтелке, пластикалық бөтелкеден жасаған болатынмын. Оның ішіне ең алдымен біз топырақты аламыз. Және аздаған мөлшерде топырақты салып, оны тегістейміз. Содан соң гүлдің тұқымын алып, осыған отырғызамыз. Жалпы біздегі бөлме гүлдері бұл біздегі бөлменің ауасын тазалықта ұстап тұратын, экологияға қатысты өте маңызды өсімдіктер болып табылады. Сондықтан да әр қайсысына ерекше көңіл болып, оларға су құйып, арнайы осында өз қолымыздан горшок жасап, әрдайым осының жапырақтарын тазалықта ұстағанымыз жөн. Және де қорытындылай айтқым келетіні, бұл біздің әлем, және де оны қорғау біздің қолымызда.